Қашықтықта оқыту кезінде сабақ тапсырмаларын кейбір кезде түсінбей қалған кезімізде мұғалімдермен жедел кері байланысқа шыға алмай қаламыз. Себебі мұғалімдердің уақыты болмайды. Сонымен қатар тапсырмаларды меңгеру барысында мұғалімдермен қарым-қатынас жасай алмай, біз тапсырмаларды орындай алмаймыз. Себебі біз мектепте әрбір сабақты талқылаймыз. Ал біз өзіміз үйде оқыған кезде, яғни онлайн оқыған кезде, бізге өзімізге барлық міндет артылады. Сондықтан бізге қиын болады. Қашықтықтан оқу барысында мұғалімдерге сабақ беру оңай болды деп ойламаймын. Себебі баланы бетпе-бет көрмеген мұғалім баланың қабілетін ұғыну қиындау болды. Және де тапсырма берісу барысында уақыттың жетіспеушілігіне байланысты қиындықтар туындады. Онлайн сабақ барысында баламен бірге сабақ өтуге тура келді. Жас кезде алған білім тасқа таңба басқандай, есейгенде алған білім суға сурет салғандай демекші. Баламыздың болашағы үшін бірге оқып, баламызға қолдау көрсетуге тура келді. Ең басты қиындық деп айтып өтетін болсам, ол жалпы оқушылардың актімен қамтамасыз етілуі, және мұғалімдер мен оқушылар тарапынан тиімді платформаға үйрену болып табылды. Және сонымен қатар сыныпты 100% чатқа қосу, жалпы сабаққа тарту оларды, әр оқушыны олардың мінез-құлқын танып білу деген сияқты. Және сонымен қатар ата-аналар тарапынан да біраз қиыншылықтар туындады. Және оларды біз жақсарту нәтижесінде олармен түсіністік Қашықтықта оқыту кезінде түсінбеген тақырыпты меңгеру үшін бізге тікелей байланысу немесе қосымша сабақтарға қатысу қажеттігі туындады. Себебі белгілі бір сабақты түсінбей қалған жағдайда алдағы сабақтарды түсінуге және меңгеруге қиындықтар болуы мүмкін еді. Бірінші кезекте мектептен қолдау көрсетілді. Өйткені әртүрлі отбасы бар ғой. Кейбір отбасыларда 1-2 оқушылар болған күнде өздері қамтамасыз ету мүмкін. Телефон, компьютермен дегендей. Ал кейбір отбасыларымызда 3 оқушы бар, 4 оқушы, 5 оқушы дегендей. Оларға әрине мектеп жағынан көмек жақсы көрсетілді. Компьютермен, интернет жүйелері бойынша бала біліп отыр. Бәріне алып отқан білімі біз ата-аналар үшін де, мектеп үшін де қажетті екенін түсініп білді. Орта білім беру жүйесі мен оның қатысушылары үшін қашықтан білім беру меніңше нәтижелі болды. Себебі аз уақыт ішінде мұғалім кез келген тығырықтан шыға алатындығын дәлелдей түсті. Мұғалім түрлі білім платформаларын, оның мүмкіндіктерін меңгеріп, IT құзыреттілігі артты. Қашықтан білім беру кезінде біз мемлекеттің, мектептің, ата-ананың қолдауын жан-жақты сезіндік. Осы уақыт аралығында мемлекет біздер үшін, оқушылар үшін көмегін аямады. Оған дәлел ретінде балапан, еларна телеарналарында көрсетілген бейне сабақтар, сонымен қатар Білімленд, күнделік, дарын онлайн платформаларында ресурстармен қамтамасыз етілуін айтсақ болады екен. Ал енді педагогикалық шеберлік орталығының тренерлері бізге үлкен қолдауын, көмегін көрсетті. Ата-ананың да жауапкершілігі артты осы уақытта. Бір өкініштісі, қашықтықтан білім алуда біз сыныптастарымызды, ұстаздарымызды көре алмадық. Алайда мектеп бізге видео байланыспен шығуға барлық мүмкіндіктерді жасады. Сыныптастарымыз бен ұстаздарымызды әрине бірнеше жыл қатарынан көріп, жанымызда білім алғанға үйреніп қалғандықтан, оларсыз сабақ өту өте қиынға соқты. Факультативтер, қосымша сабақтар онлайн форматта қашықтықтан сабақ өтілетін болса, ол оқушы үшін де, ұстаз үшін де тиімді болады деп ойлаймын. Бұл менің мектепке арналған ұсынысым. Балам жаңа әлемге тап болғандай болды десем қателеспеймін. Жаңа оқу жүйесі, ұялы телефонның мүмкіндіктерін пайдалану, жаңа оқу бағдарламасын игеру оңайға соққан жоқ.
Бірақ қазіргі дамыған елдердің оқу жүйесінде бұрыннан бар бұл онлайн оқыту жүйесі баламызға өз оқуына жауапкершілікпен қарауға үйретті. Интернет желісін, ақпараттық құралды, білім алудың, дамудың құралы ретінде қабылдауға дағдыланды. Баламның оқу жүктемесінде өзгерістер болған жоқ. Алайда өзіндік оқу жүктемесі көбейе түсті. Өздігінен іздену, ақпараттарды жинақтады, қызықты деректерді іздеді, біздермен бөлісті, біздермен бірге сұрақтарға жауап іздедік. Осының бәрі бізге қызықты, арамыздағы қарым-қатынас орнатылды, яғни нығая түсті деп айтсақ болады. Ата-ана, мұғалім, бала ара қатынасымыз өте тығыз байланыста болдық. Қашықтықтан оқыту кезінде мұғалімдердің жүктемесі жеңілдетілді, өйткені түрлі курстар қашықтықтан оқытылды. Сонымен бірге вебинарлар мен семинарларға мұғалімдер үйінде отырып қатыса берді. Бұл олардың уақытын үнемдеді деп ойлаймын. Трудностей в дистанционном обучении было немало. Например, иногда зависал интернет, и лишь по причине отключения электричества многие не имели возможности зайти на конференцию. Иногда не открывались файлы, которые учителя отправляли нам в общий чат. То пропадал звук, то не включался микрофон, то не загружалась платформа, на которой нам подготовили тест. Это, можно было сказать, технические минусы. А самая важная трудность – недостаток личного общения с учителем, со сверстниками, ведь виртуальная реальность все-таки не дает ощущения полноценного живого контакта. Были немалые сложности из-за некачественного интернета. Были, конечно, плюсы и минусы дистанционного обучения. В первую очередь родители должны создать условия для своего ребенка. Дистанционное обучение лично для моего ребенка повлияло с положительной стороны. Так как наша система образования впервые перешла в дистанционный формат обучения, конечно, были трудности. Я тоже, как учитель, столкнулась с некоторыми трудностями. Например, на уроках литературы. Ведь литература – это прежде всего чтение, анализ, обсуждение произведений, живой диалог с учениками. Трудность была в проверке работ в дистанционном режиме. Уменьшаемость общения сказалась в речи учащихся. Снижение количества письменных работ отразилось в навыках письменной речи учеников. Но благодаря упорной работе, применению и использованию новых технологий, непрерывной связи с учениками дало мне возможность преодолеть эти трудности. Я знаю, что работа учителя и без карантинного режима была достаточно сложной. Но все же наши учителя на дистанционных уроках старались сохранить спокойствие, бодрость, передавать это нам. Потому что уверенный, спокойный учитель – это большая часть успешного дистанционного обучения. Было очень много возможностей уделять внимание и общению, обмену новостями между самими детьми и учителями. Мы работали с разными платформами, как Daren Online, Classroom, Padlet, Zoom, и отправляли им выполненные задания. Мне хотелось бы поблагодарить учителей за их нелегкий труд, так как в любое время суток они находили для учеников время, выходили на связь, мотивировали, направляли, поддерживали нас. Дистанционное обучение – это хорошая возможность воспитывать в себе ответственность и научиться самостоятельному планированию и соблюдению распорядка дня. Мы, родители, во время дистанционного обучения ощутили огромную поддержку со стороны учителей и администрации школы. Мы, конечно же, знаем, что дистанционное обучение, оно невозможно без компьютерных технологий. И эта проблема, она остро легла в малообеспеченных семьях. Поэтому мы очень благодарны администрации школы за то, что она решила эту проблему, она обеспечила малообеспеченные семьи компьютерной техникой. Также было ими составлено рабочее расписание
по которому каждый учитель смог преподать свой урок. И если случались какие-то непредвиденные обстоятельства, мы тут же были оповещены, и поэтому процесс обучения он прерван не был. Во время дистанционного обучения объем учебного материала не отличался от традиционного. Выполнялись требования государственного общеобразовательного стандарта среднего образования. Несмотря на то, что нагрузка учителей увеличилась с переходом на дистанционное обучение, были свои плюсы удаленной работы. Например, обучение проходило в индивидуальном темпе. Свобода и гибкость планирования времени дала возможность для усовершенствования методики преподавания, использования в общеобразовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий, дало возможность повысить цифровую компетенцию. Общеизвестно, что в китайском языке слово «кризис» состоит из двух символов. Один означает опасность, а другой – возможность. Вряд ли кто-то будет спорить, что вынужденный переход на дистанционное обучение – это испытание. Но при этом испытании, которое позволило нам, педагогам, проявить лучшие качества, выдержку, ответственность, доброту, целеустремленность, способность меняться вместе с меняющимся миром. Мне было трудно заниматься с домашним заданием. Ко мне приходила моя мама, и она мне помогала решать задачи, решать примеры, домашние задания. Но через некоторое время я начала сама заниматься, потому что я перехожу в 5 класс. Мой ребенок научился применять информационные технологии, и в данное время он может применять такие образовательные платформы, как Darren, Quizizz, Padlet, Zoom, и этому я очень рада. Чувствуете ли вы поддержку как учитель со стороны администрации школы? Конечно, я могу с уверенностью сказать, что мы постоянно чувствуем огромную поддержку со стороны администрации школы. Во время дистанционного образования со стороны администрации школы проводились огромное количество тренингов и вебинаров по обучению различных дистанционных технологий, платформ, а также по повышению профессионального уровня учителей. Такие курсы проводились Центром педагогического мастерства, НИШ, Назарбаев интеллектуальной школой. Я считаю, что благодаря таким курсам многие учителя научились работать со многими мультимедийными технологиями. Например, на таких платформах, как Zoom и Microsoft Teams, мы, учителя, встречались для взаимодействия и повышения своего педагогического уровня. Для поддержки учителей в этот период было обеспечено посткурсовое методическое сопровождение учителей в онлайн-формате, которое выстраивалось на конкретных профессиональных потребностях учителей. А также со стороны администрации школы были организованы работы по наблюдению онлайн-уроков учителей с целью оказания им методической поддержки. И как практика показала, такое наблюдение повлияло выделить и выявить сильные и слабые стороны в организации проведения онлайн-уроков. Если говорить о поддержке со стороны государства, то я считаю, что обеспечение огромного количества детей из малообеспеченных семей компьютерами, ноутбуками и доступом в интернет, я считаю это огромной поддержкой со стороны государства. И в целом все учителя и вся администрация школы, все проявили очень высокую компетентность в организации образовательного процесса в период дистанционного обучения. Әлемдегі болып жатқан пандемиялық жағдайға байланысты қашықтан білім беру кезіндегі тәжірибемізге сүйене келе мынадай қорытынды жасауға болады.
Жаратылыстану, математика бағытындағы пәндерді қашықтан оқытуға болмайды. Себебі бұл пәндер дәлдікті, нақтылықты талап етеді. Қоғамдық гуманитарлық бағытындағы пәндерді қашықтан оқытуға болады. Себебі бұл пәндерді оқушының қабылдауына қиындық келтірмейді.